Сәлем достар. Сәлем, Қалайсыздар? Каникул уақыты қалай өтіп жатыр сіздерде? Біз Аякуш екеуміз, Анеля екеуміз. Барлық мамалар сондай ма? Қыздардың аттарын шатастырып жүре ма? Бала шағасының. Анеля екеуміз үй жинайын деп шештік. Қазір үйді жинастырамыз видеоларда. Біреу жылаған дауыс естіліп тұр ма? Біреу ұрды ма? Үйді жинайды, Анелюк жинайды, мен қарап тұрамын десе. Біреу. Ой, өткенде біз бөпе тауып алып едік. Тағы да біреу бөпе тастап кетіпті ғой. Не деп бөпе жазылып, не деп жазылып тұр жазуы? Анелюк, оқыш. Аяна бөпе кешке алып кетеміз. Жүрекқа қойды. Қойды, ұйықтап отқан. Жұрттар қызық, жұрттар сонда біздің бөпе қарайтын уақытымыз жоқ, кешке қарай алып кетеміз, тұра тұрсын деп тастап кете береткен ғой, сөйтіп әркімнің үйінің есігіне. Қойш, отыра берсін. Қойш, тастаған адам қайттан алып кетсін. Біз уақытымыз жоқ қой, үй жинауымыз керек. Қызық па деймін? Бірақ мам. Тоңып қалады жарық далада, я? Алайық па, достар, алмаймыз ба? Оянып жатыр. Күшті ыдысқа салып кетеді екен да, еще бөпелерін өйстіп. Бар, үйіңе бар, үйіңе бар. Бар, мама папаң қайда бар, мама папаңа бар. Бізге бөпе керек емес деп тастай саған ба есіктің алдына. Бізде Алиханның шашып тастаған ойыншықтарын. Ұрылар алып кетсе. Енді тастап кеткен адамның өзінен көрсін, бізге тастап кеткен ес. Мама дейді, тастап кете береміз ғой, қайта береміз ғой, өзіне кешке келгіз. Кіргізін кеп тұр ма бөпені? Жарайды. Той. Айттым, мама! Өчіні ұрлап кеттім. Ойбай. Кім ол? Андайлы билеп кеттің ғой. Жер тақырлап жатыр. Ашы. Бөпе қақта жүр жаңа есіктің алдында тұр еді ғой. Аты кім деді жаңа? Кім деп жазылып тұрды аты? Жазуын алып кеш. Қалай кіріп кеттің біздің шкафқа? Нешедесің сен? Нешедесің? 21-демін деді ма? Битті ғой. 12-демін. Бірдесің ба, екідесің ба? Аты кім екен? Аяна дейді. Сөште отыра бер, папа маман келгенше енді. Отыра берсін. Үйде отыр ғой. Жылаватыр. Ой. Жүрем екен, жүрем. Ойбай. Ойбай, не істейміз бұны? Бұл Алихандікі, Алихан жылайды қазір. Мама. Түу, осында бір жылауық бөпел. Өткенде сен де бөпе кезінде қайта өстің ғой сен. Көтей. Қарай аласың ба, Анелюк? Мен тез сыртқа шығып қайтайын. Жоқ, мен екеуің тастап кетпейін. Мен просто бөпеге сума бірдеңе алып келейін ана бөлмеден. Сен шамалы қарай тұр. Е? Бөпе, көтерем. Айтқанын істейсің ба, бөпе? Көтер шканы. Көтерсей. Көтер аласың ба? Ой, мұна. Не істеп жүр, бөпе сенен қашып жүр. Анелюк, тиіспе. Келеу. Көм түйген. Не сенен қашып жатыр сонша? Ұрдың ба сен, ұрыстың ба? Жоқ. Қашып кетеді. Көм түйген. Сені тәте оппа дейді. Кел. Кеш тәте оппа дейді сені, тұра ғой. Тәте сені оппа дейді, я? Сосын қарай тұрады тәте. Ой, жүр алмайды екен, қана, тәй. Кішкенте бөпен көтер алмайсың ба не? Ол бірдемін деді ғой. Қой сағай. Жылатасың ғой қазір біреудің бөпесі кешке алып кетеміз. Мен оппа дей. Мам, мен көтерейін, я? Мам, 5 минут көтерейін. Мам, мен көтерейінші. Жылап атыр ғой сен көтерсің еді. Мама, мен көтерейін. Ұқтап атыр бөпе. Көтерейін.
достар, Бупені зорға ұйықтаттық. Зорға ұйықтаттық ғой. Жылай береді, жылай екен, жылай береді. Біресе мен көтердім, біресе Анеля көтерді. Мама папасының телефон номері жоқ екен. Телефон номері жоқ екен. Ішінде телефон номері жоқ, е? Жоқ. Далаға шығарып тастайықшы, жылай береді. Шығарып тастаймыз ба не? Достар, шығарып тастайық ба? Аяғына Бупені есіктің алдына. Шығарып тастайсың ба не? Обал шығар, жылайды ғой, сосын тонады ғой. Осылай өзінің адысына салып тастадық. Қалай тауып алдық солайынан. Ой, сол далаға шығар жүресің ба енді? Оған банан берейік та, банан. Тамақтандырайық та, мүмкін қарны ашып тұрған шығар. Қалай не отыр? Оған банан беремін. Мен оған банан ес берейін, әйтпесе ол тістері роққа шайнайтын. Шайнай алмайды, иә? Қасықпен береміз ба? Давай, қасықпен банан алып кеш. Ой, осыған дұрыс қарамаған ес осындай Бупеге қойой. Ұғың. Өзінен кішкентай кукласы бар екен, ай. Осыған жатқызбасақ, ұйықтамай атыр ғой. Просто көрпешеге жатқызсақ, ұйықтамайды екен. Өзінің ыдысына ғана ұйықтайды екен. Қарның ашты ма сенің? Ой, қарны ашып қалды осының. Ұғың. Қазір саған. Ой, ояндың ба? Банан жейсің ба? Су ішесің ба? Тамақ жейсің ба? Қазір саған банан береді тәте. Тәте ашуланып жатыр ғой сен, тәтен жылай беріп миын ашып жіберіпсің. Қазір саған банан әкелді. Ай, солай мен алып келгенің не? Бірде. Қой, берме оян. Сен банан жей аласың ба? Тәте саған қасықпен берем дейді ғой. Қасықпен берейік бананды. Бупелер осылай жейді қасықпен. Олардың тістері жоқ па? Күшті қылып беріп жатсың ғой Бупеге. Өйстіп жеу керек. Пюре болды ғой кәдімгі. Аузыңды ашы. Сен жей алмайды деген Бупең бүкіл бананың жеп қойды ғой. Кәні тісі жоқ. Болды, аузында. Деген бананды жақсы көретін Бупекен ғой. Кәні қасықпен жеу керек дегенің. Достар, мына Бупені точно далаға шығарып тастай. Үйдегі бүкіл тамақты жеп қояйын деп тұр ғой мына Бупе. Ас болсын ал жей берсін. Қасықпен қырып өзің жей енді. Анеля Бупе. Қақамын баратсың сен Бупе. Болмайды. Не істеп жатсың? Дұрыста отыр диванда. Ей, болмайды ғой, құлайсың ғой, қақа баратсың. Болмайды, неге кіріп баратсың оның астына? Кірме деймін саған. Кіруге болмайды. Мама! Мына Бупемен шашат шығарып тастайықшы. Бақа адамдар жуынбайды, бақа кімдерді жуады. Бар Аниха. Мына Бупен шығарып тастаймыз ба не? Соскың, не сенің ойыншығың. Достар, шығарып тастай. Сені тәте деп жатыр ғой. Ой, құлаттың. Қалай шығарып тастаймыз? Хотя бы кеш болсын, кешке алып кетеміз деді ғой. Құлаттың ғой. Тоңады ғой бұл дала салқын ғой. Енді өзің деген бұзықсың ғой. Соны айтам, мен шаршатты уже. Тәте қарай алмай жатыр саған. Ой, тастап кетеміз ба енді? Оба болды ғой. Қайттан кіргізейік та, ұйықтатып тастайық та қайттан. Бір көре салайыншы Бупені. Может, тоңып қалды ма екен? Әлде алып кетті ма папа мамасы? Жоқ, екі Бупе болып кетіпті ол мынақты. Жоқ. Ойба, екі Бупе болып кетті. Не істейміз?